Бұрында қаңбақ шал деген шал болыпты. Мал мен басқа зар болыпты. Кедейліктен шықпапты. Ол ау салып, балық аулап, тамақ асырапты. Жел соқса, шал домалап жөнеледі екен. Содан соң оған қаңбақ шал деген ат қойылыпты. Күн сайын ауына ілінген екі балығының біреуін бір түлкі әлімжеттік қып тартып жей береді екен. Түлкінің қорлығына шыдамай, шал бір күні екінші бір жерге көшем деп, дүние мүлкін арқалап жолға шықты. Шаршаған соң бір жерге елдің сойған малынан жинап алған ішек қарнын көміп, екінші бір жерге қарындағы айранды көміп кете береді. Жүктен арылған соң, желмен ұшып бір жерге ұшып түсіпті. Қараса, бір дәу екі тауды біріне бірі шақпақ қылып ұрып тұр екен. Дәу, қайда бара жатқан шалсың? Кел екеуміз күш сынасайық деп қазандай бір қара тасты көтеріп, аспанға лақтырып жібереді де, қайта қағып алып, ал шал, сен де осылай қақпақ қыл етші дейді. Шал сасып қайтерін білмей, тасты құшақтап аспанға бір, тасқа бір қарап, күнімен тұрады. Сонда дәу, неғып тұрсың? Лақтыр дейді. Шал тұрып, аспанға лақтырсам, аспан жерге айналып түседі ау деп, жерге қақпай түсірсем, жер ортасынан ойылып түсеме деп қауіп қылып тұрмын дейді. Сонда дәу келіп шалдың қолынан ұстай алады. Ақсақал лақтырмай ақ қой, текке қырыламыз деп жалынып қойғызады. Дәудің ақылы таяздығын біліп шал ерленіп дәуге. Кел жердің ішек қарнын шығарайық дейді. Дәу жүгіріп келіп жерді теуіп қалады. Жер тізеден ойылады. Ештеңе шықпайды. Кел енді жердің миын шығарайық дейді. Шал манағы айранын көміп кеткен жерді жүгіріп барып теуіп қалса, бұрқ етіп айран шыға келеді. Дәу одан бетер қорқады. Мына шал не деген орасан күшті деп шалдың айтқанын істей береді. Ақыры шал онан қалай құтыларын білмей. Енді қайт. Шал үйіне келіп кемпіріне. Ертең дәу қонаққа келеді дегенде. Ойбай, немізді береміз деп сасады кемпір. Шал тұрып. Ертең дәу келеді. Мен есіктің алдында отырармын. Сонда сен оның көзінше. Не істеймін шал деп маған қара, мен не десем, соны істемекші болып, пышақты алып тұра ұмтыл. Деп кемпіріне үйретіп қояды. Ертеңіне үш дәу келіп досының үйінде отырады. Сол кезде кемпір тұрып. Шал нені асамын үйдегі қонаққа? Түк жоқ дейді. Сонда шал тұрып. Басқы дәудің басын ас, ортаншы дәудің төсін ас, ол жетпесе досым дәудің өзін ас. Дегенде кемпір пышағын алып тұр ұмтылады. Үш дәу тым-тырақай қаша жөнеледі. Досы лашық үйін басымен көтеріп әкетеді. Шал айқайлап. Әй, досым, лашығымды тастап кет. Қайда барсаң да құтылмайсың. Дейді. Дәу лашықты тастай сала қашып бара жатса, баяғы әлімжеттік қып балығын тартып жей беретін түлкі жолығады. Тақсыр қайдан қашып келесің дейді түлкі. Бір пәле шалдың қырсығынан құтыла алмай қашып келеміз дейді. Түлкі. Сол қаңбақ шалдан қорқып жүрсіңдер ме? Менімен жүр, мен сенің өшіңді алып берейін деп дәуді ертіп, шалды іздеп қайта келе жатса, шал лашықтың жанында тұр екен. Түлкінің ертіп келе жатқанын көріп, шал айғай салады. Түлкі ау, арғы атаңда 6 атамның құны бар, бергі атаңда 5 атамның құны бар, өзіңде бітіспейтін киігім бар, 3 дәуді сол үшін бергелі жатырсың ғой. Бәрі бір онымен бітпеймін, деп дауыстайды. Сонда дәу қорқып, бұл бізді сол аталарының құнына беруге алдап алып келе жатыр екен ғой деп ойлап түлкіні құйрығынан алып жерге бір ұрып өлтіріп, алды артына қарамастан қаша жөнеледі. Сөйтіп қаңбақ шал дәулер мен түлкіден осылай құтылған екен дейді.